Құрметті анашым, мен сізден келген сәлем сауқатыңызды алдым. Маған бар болғаны бір алма бұйырса да, мен сондай қуандым. Бұл алмадан мен туған жерімнің жұпар иісін, тәтті дәмін сезіндім. Маматай, біздің жеміс-жидек, үйдің ыстық тамағын жемегелі қанша болды десеңізші. Сізге үлкен рахмет. Қасымдағы жолдастарым да алғыстарын білдіруде. Қазір мен өлеметімен алғы шептемін. Кірпік қақпастан жауды қадағалап отырмын. Біз жаумен тек қару арқылы тілдесеміз. Біресе олар атады, біресе біз атамыз. Тезірек жаудың көзін құртып, туын таптап отанымызға оралуды армандаймыз. Қымбатты әпкетай, бүгін күндіз көзім ілініп кетіпті. Түсімде Алматыдан делегация келген екен деймін. Есікті ашып кеп қалсам, сіздің жұмсақ даусыңыз естіледі. Кенет қарасам, тура алдымда сіз тұрсыз. Жақындай беріп, құшақтап, аймалап, сүйіп, мауқымды баса алмадым. Сізге барлық қуаныш күйінішімді, сағынышымды айтып жеткізе алмадым. Шіркін-ай, бұл тәтті минуттар түсім болмағандағы. Әпкетай, мен сізді өте қатты сағындым. Алайда, менің соғыстағы жағдайым не болары белгісіз. Мен сізге ашық жазып отырмын. Тек әпкетай езіліп, қынжылып қайғырмаңыз. Ештеңені ойлап уайымдамаңыз. Тірі қалсам, соғыстан соң үйіме, сіздің жылы құшағыңызға баруды армандаймын. Ал егер мен соғыста қаза болар болсам, отаным үшін, әкем үшін және сіз үшін